Сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеоны дәл осындай чебуреки пісіруге арнаймын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Және де менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, өйткені келесіде шыққан видеодан хабардар болып отырасыздар. Әр қаратта чебурекимізді бастау үшін ең алдымен өзімізге керек картошкамызды пісіріп аламыз. Одан кейін бір пиязды кубиктап турап алып, оны қызып тұрған табамызға кішкене майымызды құйып, қызартып, қуырып аламыз. Піскен картошкамызды езгіштің көмегімен езіп аламыз да, оның үстіне жаңағы қызартып қуырылған пиязымызды салып, барлығын араластырамыз. Араласқан пюреміздің үстіне қызыл бұршымызды, қара бұршымызды және дәміне қарата тұзымызды салып, тағы да барлығын жақсылап араластырамыз. Әр қарата чебурекиміздің қамырын жайып, ол менде кешегі 5 бармақтан қалған қамыр, мен содан жасағалы жатырмын. Оны жайып алып, осындай ыдыстың көмегімен домалақтап кесіп аламын. Домалақтап кесілген қамырымыздың үстіне салмамызды салып, әр қаратта вилканың көмегімен шеттерін баса отырып, жабыстырып аламыз да, оны қызып тұрған майда қуырамыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне чебурекимізді салып, оны қызартып, екі жақтарын айналдыра отырып, қуырып аламыз. Осымен біздің чебурекиміз дайын. Сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, және де тіркеле отырыңыздар. Сіздермен болған мен Гаухар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.